Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар, спорт сүйер жастар. Салауатты өмір, жарқын болашақ атты дене шынықтыру бірлестігінің апталығы. Оқушылардың қызығушылығын арттыру барысында пән апталықтарының орны ерекше. Бұл 10 күндікті өткізудегі негізгі мақсатымыз оқушыларды спортпен шұғылдануға тарту, белсенділікке, қайсарлыққа, батылдыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу, ойын кезінде әділдікке, жолдастық сезімге, ойынды жетілдіруге тәрбиелеу, балалардың денсаулығын нығайту және өмірмен де байланысты екенін түсіндіру. Ұстаздар мен оқушылар, ақпан айының 1 мен 10 күн аралығында өтетін дене шынықтыру пән апталығының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Ал енді ортамызда мектебіміздің спорттық үйірмелерін шақырамыз. Волейбол үйірмесі, үйірме жетекшісі Акимов Алмас. Үйірме жетекшісі Әлімжанов Қайрат. Тоғызқұмалар үйірмесі, үйірме жетекшісі Оқарбаев Гүлғану. Достас үйірмесі, үйірме жетекшісі Семізбек Балжа. Асығаты үйірмесі, үйірме жетекшісі Бесбаев Талды. Еркін күрес үйірмесі, үйірме жетекшісі Абдрахман Рустам. Бокс үйірмесі, үйірме жетекшісі Мұратхан Бейіт.